Сәлем достар, бүгін бізде HTML-дің екінші сабақ. Біз алдыңғы видео сабақта HTML қалай жұмыс жасайтынын және оны компиляторын қалай жаздыруды үйренген болатынбыз. Және де алдыңғы сабақта біздер HTML-дің қалай жазылатынын және де ең бірінші параграф тегін үйрендік. Енді бүгінгі сабақты мен шрифттарға арнаймын. Және бастайық. Бізде параграф тегін білесіздер. Ол кәдімгі жаңа абзацтан жазатын кәдімгі простой текстпен жазатын зат, тег. Бізде енді келесі тег U деген тег бар, сосын I деген тег, B деген тег, S деген бар. Және де тағы бірін қоса кетейін, Q деген тег бар. Міне. Бізде U деген астын сызатын Hello World деген текстте I деген текст қисаятып әдемілеп жазатын текст, тег. Және де B тегі жирный қылып жазатын, семіз қылып, қара қылып. Және де S деген тег, қазір мына жерде бір қате кетті. S болады, ал мынау Q болады. Мына жерде міне қараңыздар. B деген жирный қылып жазылады, S деген сызып жазылады. Мына өте керек заттар. Текст жазу барысында бір мақала бір жазған кезде. Q деген тег мынандай тырнақша қояды. Бірақ бұның онша көп пайдасы жоқ, себебі тырнақшаны былай да қоя беруге болады. Ол ешқандай не емес. Бізде осындай шрифттар. Енді бізде келесі тағы бір бар. Қазір мына жерге her деген тегпен не саламыз? Мынандай сызықша саламыз. Көрген шығарсыздар. Енді бізде келесісін үйрене берейік. Біріншісін көшіріп аламыз. Бізде келесі тегтер мынандай тегтер. 3, 4, 5, 6. Бізде енді шрифттерге өтейік. Шрифттар бізде жалпы қазір мына алып тастаймыз. Шрифттардың үлкен кішілігі бар. Оны кәдімгі былай пиксельмен де жазуға болады, ал былай кәдімгі HTML тегтермен де жазуға болады. Олар мысалы мынандай болады. H1 тегі, H2 тегі. Қазір мен сразу копировать етейін. H2, ну так жауған кезде H1 деп кетіп қалды. Пилет сразу алып тастайық, қатты мешает бізге. Бұлар енді жалпы түсінікті заттар, барлығы оңай. H2 тегі, H3, жоқ, H4. Бізде сосын H5, H6 деген 6 тег бар. H1, H2 дұрыс, H3, H4, H5, ал H6 болады. Енді мен қарайық. Бізде міне уже параграф тегі тұр бірінші, сосын her деген сызықша тұр. Hello World H1 тегі, H2 шрифттар, H3, H4, H6 ең кішісі. Бұл енді жалпы жирный қылып жазылады. Жирный қылып. Мысалы жаңағы тегтерді қолдансақ та болады бұларға. Мысалы біріншісіне біздер I деген тегті қолданайық. I деген тег. Қазір қараймыз, міне қисайтын қарап әдемілеп тұр. Келесіне U. Солай кете береді енді. U деген тег. Сірә B деген жирный қылып жазады, ол керек емес. Жақсы, S жазамыз. S. Мынау уже H1 жаңағы I тегімен жазылған, мынау U тегімен, мынау S тегімен. Осындай жақсы тегтер бізде. Енді жалпы келесі тақырыптарға көше берейік. Так, бізде енді келесі не? Үйренетін тегтеріміз мынандай.
қазір мыналарды өзгертеміз. Мысалы мынаның ішіне ли деген тег бар. Ли деген. Қазір ли деген тег бар. Ол мынандай алдына мындай зат қояды. Жалпы енді мыналардың бәрін алып тастасақ болады, бізге керегі жоқ пока. Мына айды да алып тастай берейік. Пока керегі жоқ. Бізде ли деген тег. Бұл енді жаңағы список жазғанда бір меню істеген кездерде осы керек болатын тег. Бұл да өте жақсы тегтердің бірі. Бұл тегтің айырмашылығы мынандай алдына бір нүкте қояды ортасына. Енді құр бізде ли деген тегтен басқа лиге өзіне жаңағы не жасауға болады. Мысалға all деп жазамыз. All мысалға allдың ішіне лид жазсақ, бізде уже сан болады, сан. Список болады, мынандай не жаңағы тізім болады. Міне бірінші, екінші, үшінші, төртінші деп кете береді. Осындай список жасайтын кезде өте оңай. Оны әрқайсысын 1, 2, 3 деп отырмайсыз. Мысалы көп әйтеуір адамның тізімі болсын, өте көп нелер болады, тексттер. Солардың алдына тек іштеріне ли деп жазып шығып, үстіне all десеңіз болды. Сразу бәрін өздері автоматически санап береді. Мысалынан көбірек қойық. Міне енді мына жерде бізде 10-ға дейін бару керек. Міне 10-ға дейін барды. Мысалы бізде бірінші бет болды дедік. Мына жерде бірінші бет уже бітті. 100 адамнан келесі 10 адамнан, мысалы 100 дейік ал, 100 адамнан бітті дедік. Келесі бетті ашқан кезде із-ізіне кете беру керек. Ол себебі бірақ келесі бетте басқа бет ашылады. Ондай жағдайда мынандай не қосылады. Олдың ішіне жазамыз, старт дейміз. Старт мысалы тег 100-ден дейміз. Міне. Қазір 001 100. Тоқтай тұрыңыздар, бір қате кетті қазір. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Қазір жаңа 100 жазайық қайттан. Мысалы 111 дейік, 3 таңбалсан. Мынаған білмеймін. Дұрыс. Айтқандай старт деген тег тек қана 100-ге дейін санға болу керек. Негізі сондай бір заттар бар бұның. Міне. Мысалы 56 дедік. 56, 57, 58. 99 дейікші, не істер екен. Міне. Тек бізде жаңағы 100 дегеннен алдына 1 деген санды көрсетпей тұр, оны түсінбедім. Себебі 100-ге дейін баратын болу керек негізі. Мысалы 16. Міне барлығы как положено көрсетіп тұр. Достар, енді осы видео болады бүгінге. Келесі видео сабақты күтіңіздер. Егер видео ұнаса лайк басамыз, комментарий қалдырамыз. Сау болыңыздар.